Саламатсыздар 7 сынып оқушылары. Бүгін біз 148-ші беттегі 5-4-ші жаттығудың мына 7 есебін толықтай қарастыратын боламыз. Балалар, менде оқулық жоқ болғандықтан осылай шығарып алып көрсетейін деп отырмын. Сондықтан качествосына мән бермейміз. Ал балалар, бірінші есептен бастап орындайық. Массасы 100 кг дене 10 метр биіктіктен, биіктігі 3 метр үйдің төбесіне құлап түсті дейді. Ауырлық күшінің істеген жұмысы қандай деген сұрақ екен. Ал балалар, берілген жазып алдық. Бізде еркін судион балалар алып алдым. 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең еді. Енді жұмысымызды тап деген екен балалар. Жұмысымыз балалар потенциалдық энергияның өзгерісінің формуласына тең. Потенциалдық энергиямыздың өзгерісі. Яғни потенциалдық энергиямыздың өзгерісі балалар Е потенциалдық 1-ден азайтамыз Е потенциалдық 2-ні. Енді потенциалдық 1 және потенциалдық 2 үшін жеке-жеке формула жазып алайық. Потенциалдық 1 үшін балалар mgh1-ді қолданамыз. Дәл сол сияқты потенциалдық екінші энергиямыз үшін mgh2-ні қолданады екенбіз. Енді олар мына жердегі өрнегіне мына формуласын қойайықтағына соңғы формуламызды қортайық. Сонда жұмысымыз тең болады mgh1, мынауның орнына өрнегін жазамыз mgh2. Енді балалар, бізде mg мен mg екеуінде де бар, сондықтан оны жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Сонда mg h1 азайтылған h2 деген формуламыз балалар қорытылып шығады екен. Енді осыған сан мәндерін қойып жұмысымызды есептейміз. Массамыз 100 кг, көбейту 9,8 ньютон бөлінген килограмм. Мына жерде килограмм мен килограмм қысқарады балалар. Көбейту h1-іміз 10 метр, азайтылған 3 метр. Ал есептейтін болсақ, балалар 100-ді 9,8-ге көбейтсек, бізде 2 түр жылжытамыз, сонда 980 шығады. 980 ньютон шығады мына жерден. Көбейту 10-нан 3 алсақ 7 метр қалады. 980-ді балалар 7-ге көбейтетін болсақ, бізде 6860 джоуль шығады екен. Енді балалар, бұны килоға келтіретін болсақ, 3 өтір жылжытамыз, немесе 1000-ға бөлсек болады. 1000-ға бөлетін болсақ 6,186 болады. Енді жаңағы бөлген 1000-ымызды 3 дәрежеде боламыз. Яғни оның 3 дәрежесі бізде 1000-ды береді балалар. Сонда оның 3 дәрежесін кило деп алсақ болады. 6,186 кило джоуль болады екен балалар. Жауабы сонда. Жауабын жазып қояйық енді. Сонда жұмысымыз тең 6,186 кило джоульге тең екен балалар. Ал екінші есебімізде 800 метр биіктіктегі тау шоқысының төбесінде алма ағашы өсіп тұр дейді. Биіктігі 5 метр алма ағашының бұтағындағы массасы 0,5 килограмм алманың жер бетімен және ағаш түбімен салыстырғандағы потенциалдық энергиялары қандай дейді. Ал балалар, берілген жазып алдық. Тағы да еркін судион алып алдық балалар, өйткені бізде формулада еркін судион бар. Енді бізде жеке-жеке потенциалдық энергияларымызды, әртүрлі биіктіктегі потенциалдық энергияларымызды есептеуіміз керек балалар. Енді Е потенциалдық бірінші энергия үшін формула жазайық. Жаңа бұдан алдыңғы есепте жаздық, mgh1 болады балалар. Екінші энергиямыз үшін mgh2 деп биіктікті өзгертіп аламыз балалар. Енді жеке-жеке осыған мәндерін қоямыз. Массамыз бізде 0,5 килограмм, көбейту 9,8 ньютон бөлінген килограмм, көбейту 800 метр. Есептейтін болсақ, балалар, бізде шығады екен 3920 джоуль шығады екен. Енді балалар, бұны жаңағыдай килоға айналдыратын болсақ, 1000-ға бөлеміз 3,192 болады. Бөлген 1000-ымызды дәреже түріне аламыз. 3 дәреже джоуль. Ал 3 дәреже бізде килоны береді балалар. Сонда 3,192 кило джоуль екен потенциалдық энергия біріміз. Енді екіншісіне есептейік. 0,5 килограмм, көбейту 9,8 ньютон бөлінген килограмм, көбейту h2-іміз 5 метр. Ал есептесек, балалар, бізде 24,5 джоуль шығады екен. Жауабын жазып қояйық. Бірінші энергиямыз 3,192 кило джоуль шықты. Екінші энергиямыз 24,5 джоуль шықты. Ал үшінші есебімізде Нұрек су электр станциясына дейді, СЭС
су 275 метр биіктіктен құлап ағады дейді. Әрбір секунд сайын СЭС-тің бір турбинасынан 155 мм куб су ағып өтеді. Бұл турбинада 1 секунд ішінде қанша энергия өндіріледі дейді. Ал балар, берілген жазып алдық. Қосымша балар, судың тығыздығын және еркінсу үдеуін жуықтап 10 ньютон бөлінген килограмм деп алдым. Бұлар балар бізде тұрақты шамалар, иә. Енді қанша энергия өндіріледі деген екен, балар бізде потенциалдық энергияның формасын қолданамыз. Потенциалдық энергиямыздың формасы бізде mgh-ға тең еді, балар. Бізде қарап тұрсақ, H-ымыз бар, еркінсу үдеуіміз бар, массамыз жоқ екен, иә. Енді массамыздың формасын балар, бізде тығыздықтың формасы бар. Жаттау қиын болса, балар, тығыздықтың формасын жүректің формасы деп жаттасаңыздар болады. Мысалы, жүректі сызасыздар. Жүрек болды, осыны жартысынан бөлсек, үсті массаға ұқсайды, асты көлемге ұқсайды, дұрыс па? Енді бізге осы жерде массаны түрлендіріп алу керек болар. Сонда массамыз тең болады екен, тығыздық пен көлемнің көбейтіндісіне тең екен балалар. Енді осы жерден бірінші массамызды тауып алайық, содан кейін бар потенциалдық энергиямызды есептейтін боламыз. Сонда массамыз тең екен, балалар, судың тығыздығы 1000 кг бөлінген метр куб, ал көлеміміз 155 метр куб, метр кубтарымыз қысқарса, балар, сонда бізде 155 000 килограмм шығады, 155 000 килограмм екен. Оны балар, 3 нөлді 155 көбейту 10-ның 3 дәрежесі деп алсақ болады. 3 нөл бізде жаңағы 3 дәрежені береді, яғни 1000-ды береді, килограмм деп алайық, жинақтап, Енді потенциалдық энергиямызды есептейік. Массамыз бізде 155 көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограмм болды. Еркінсу үдеуіміз 10 ньютон бөлінген килограмм. Ал биіктігіміз 275 метр екен. Ал енді есептейтін болсақ, балар, бізде шығады екен. Балар, енді мына жерде біз еркінсу үдеуін жуықтап емес, дәл мәнімен алайық, сол кезде жауаппен дәл шығады екен, балар. 9,8 еді негізінде. Сонда мына жерге 9,8 деп алсақ, сонда бізде 417 725 шығады екен. Көбейту 10-ның 3 дәрежесі джоуль, балар. Енді бізде жауабында мегамен берілген, балар. Мегаға келтіру үшін мына санды 1000-ға бөлеміз дағаны, бөлген 1000-ымызды мына жерге дәреже түрінде жазамыз. Сонда 1000-ға бөлсек 417,725 болады. Көбейту 10-ның 3 дәреже мына жаққа қоссақ 6 дәреже болады, Сонда балымнан жуықтап, бүтін санын үтірден кейін бір санды алсақ болады. Сонда жуықтап алайық. 417,7 деп алсақ болады. 6 дәреже бізде меганы береді, балалар. Сонда жауабымыз, энергиямыз 417,7 мегаджоульге тең екен, балалар. Келесі 4-ші есебімізде дененің жер және ай беттерінен бірдей биіктіктегі потенциалдық энергиялары бірдей бола ма деген сұрақ екен. Ал балар, берілген жазып алдық. Енді балар, мысал ретінде алдым, мен биіктігі мен массаларын бірдей дене деп алайық. 1 килограмм денені жерде және айдағы потенциалдық энергияларын есептеуіміз керек, балар. Өйткені есептің шартында биіктіктері бірдей деп тұр, Енді балар, бізде жер мен айдың еркінсу үдеулері әртүрлі. Жердікі 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең болса, айда балар 1,62 ньютон бөлінген килограммға тең. Енді балар, жер үшін бірінші потенциалдық энергияның формасын жазайық. mgh, жердің еркінсу үдеуін аламыз мына жерде, балар. Дәл сол сияқты айдағы энергия үшін жазайық. mg, еркінсу үдеуіміз айдікі көбейту h. Енді бар бізге қанша есе өзгеше болатын анықтау үшін екеуін бір-біріне қатынасын алайық. Сонда жердің потенциалдық энергиясын айдың потенциалдық энергиясына бөлеміз. Бөлшек сызамыздағыны жерге балар жердің формасын жазамыз. m жер көбейту h, айға айдікін жазамыз, балар. mgi көбейту h. Сонда массаларымыз қысқарады, биіктіктеріміз қысқарады, өйткені бірдей ғой мәндері. Сонда қорытылып шыққан формуламыз, балар, жер бөлінген потенциалдық энергиямыз ай тең болады жердің еркін түсу үдеуін бөлеміз айдың еркін түсу үдеуіне, балар. Енді осыған мәндерін қойып, қанша есе өзгеше екенін анықтайық, Жердің еркін энергиясы
айдың потенциалдық энергиясы тең болады. Жердің еркін судегі болар 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең. Оны бөлеміз 1,162 ньютон бөлінген килограммға. Өлшем бірліктеріміз қысқарып кетеді балалар. Сонда 9,8-ді 1,162-ге бөлсек, бізде жуық шамамен 6,5 болады екен. Сонда балалар түсінетініміз бұдан. Жердегі потенциалдық энергиямыз айға қарағанда 6,5 есе үлкен екен балалар. Солай жазып қойсақ болады. Сонда жауабына жазайық. Потенциалдық энергиямыз жердікі тең болады 6,5 немесе 6 деп те алсақ болады балалар. Айдікінен стрелка қойықта 6,5 есе үлкен деге. Жердікі деп жанына қосып қойын. Жердікі айдан 6,5 есе үлкен екен балалар. 5-ші есебімізде қатаңдығы 2 кубит оның 5 дәрежесі ньютон бөлінген метр, серіппе серпімділік күшінің әрекетінен 3 сантиметрге ұзарады дейді. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы қандай дейді. Балалар берілген жазып алдым. Енді ұзаруымыз сантиметрін берілгенде, оны хбж-ға айналдырамыз балалар, халықаралық бірлік жүйесіне. Сантиметрді метрге айналдыру үшін балалар 100-ге бөлеміз, 0,103 метр деп жазып алсақ болады. Не болмаса дәрежемен 3 көбейту оның минус 2 дәрежесі метр деп жазып алсақ болады балалар. Енді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясының формасын қолданамыз. Деформацияланған дененің потенциалдық энергиясының формасы балалар kx-тің квадраты бөлінген 2 деген формуламыз бар, е? Енді осыған мәндерін қоямыз балалар. K-мыз 2 көбейту оның 5 дәрежесі ньютон бөлінген метрге тең. X-мыз 3 көбейту оның минус 2 дәрежесі метрдің квадраты, на квадраты бөлінген 2. Сонда балар мына 2 мен 2 қысқарады. Сонда оның 5 дәрежесі қалды үстінде. Көбейту 3-тің квадраты балар бізде 9 береді. Көбейту оның дәрежені есептейік. Дәрежелер бір-біріне көбейтіледі балар. Сонда 2-ні көбейтсек минус 4 болады. Өлшем бірлігіміз энергияның джоульге тең. Енді дәрежені есептейміз балар. 9-ның өзін жазамыз. Оның 5 дәрежесі көбейтілген кезде бұл дәрежелеріміз қосылады, бірақ мына жерде дәрежеміз теріс болып тұр. Сонда 5 азайту 4 джоуль болады. 5-тен 4 азайтсақ 1 дәреже қалады. Сонда оның 1 дәрежесі джоуль. Оның 1 дәрежесі деген сөз балалар 10-ды береді. 10-ды 9-ға көбейтсек 90 джоуль шығады екен балалар сонда. Жауабымыз потенциалдық энергиямыз 90 джоульге тең екен балалар. Көрінбей қалыпты, міне. Ал 6-ші есебімізде балалар 250 ньютон серпімділік күшінің әрекетінен серіппе 30 сантиметрге ұзарады дейді. Серіппенің потенциалдық энергиясын және осы күштің жұмысын табыңдар деген екен. Егер осы күштің әрекетінен серіппе тағы да 20 сантиметрге созылса, онда оның потенциалдық энергиясы қандай болады дейді. Потенциалдық энергияны өзгерту үшін қанша жұмыс жасалады дейді. Балалар берілген жазып алдым. Енді сантиметріміз айналдырып алайық. 100-ге бөлеміз. 0,3 метр болады. Ал мынау 0,2 метр болады балалар. Енді бірінші потенциалдық энергиямыз үшін формамыз жазайық. Деформацияланған дененің потенциалдық энергиясын қолданамыз балалар. E+1 болады. Тең болады kx-тің квадраты бөлінген 2-ге теңеді балалар. Енді бізде x созылуымыз бар. K-ның мәні жоқ. Мынау x1 болады балалар. Енді K қатаңдығымызды серпімділік күшінің формуласынан түрлендіріп аламыз. F тең kx деген формуламыз бар балалар. x1 деп алайық. Осы жерден k-ны түрлендіріп алатын болсақ, f-ті x1-ге бөлеміз балалар. Енді мына k-ның орнына мына өрнегін апарып қоямыз. P1 тең болады. Сонда k-ның орнына мынаны жазамыз. f бөлінген x1 көбейту мына x1-ның өзін жазамыз. Квадраты бөлінген 2. Сонда балалар квадратпен мына жерде x біріміздің біреу кетеді. Сонда f көбейту x1 бөлінген 2 деген формуламыз қорытылып шығады екен балалар. Бұл потенциалдық энергия 1 үшін балалар. Енді жұмысымыз осы потенциалдық энергиямыздың өрнегіне тең балалар. Яғни мәндері бірдей болып шығады. Дәл сол сияқты енді потенциалдық энергия 2 үшін жазайық формула. Екінші энергиямызда балалар тағы да қосымша екінші 20 сантиметрге созды. Сонда мына f-тің өзін жазамыз. x-тің орнына енді балалар тағы да қосымша созғандықтан x1 мен x2-ні бір-біріне қосамыз балалар.
бастапқыдан 20 сантиметрге тағы да созып тұр. Ал жұмысымыз осы энергиямыздың өзгерісіне тең екен балалар. Ал енді жеке-жеке мәндерін есептейік. Потенциалдық біріміз тең болады балалар. F бізде 250 ньютон. Көбейту X біріміз 0,3 метр бөлінген 2. Ал есептесек 37,5 джоуль шығады екен балалар. Жұмысымыз осыған тең дедім. Потенциалдық бірімізге тең, яғни 37,5 джоуль екен. Дәл сол сияқты енді екінші энергиямызды есептейік. 250 ньютон көбейту 0,3 метр қосу 0,2 метр бөлінген 2. Ал есептесек, балар бізде 62,5 джоуль шығады екен. Ал жұмысымыз осы мәнге тең дедім. 62,5 джоуль. Енді балар жауабын жазып қойын. Потенциалдық біріміз 37,5 джоуль болды. Жұмыс біріміз дәл осы мәнге тең. Ал потенциалдық екіміз 62,5 джоуль болса, жұмысымызда сол мәнге тең екен балалар. Ал соңғы 7-ші есебімізде серіппені 6 сантиметрге созғанда, оның потенциалдық энергиясы 180 джоуль болды дейді. Серіппенің қатаңдығы қандай деген екен. Ал балалар берілген жазып алдым. Енді сантиметрімізді метрге айналдыру үшін балалар 100-ге бөлеміз. Алтына 0,106 метр болады. Енді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясының формуласын жазайық. Kx квадрат бөлінген 2-ге тең еді. Балалар осы жерден бізге қатаңдықты түрлендіріп алу керек. К-мыз тең болады, сонда пропорция құратын болсақ, 2 мен потенциалдық энергиямыз көбейтіліп бөлшектің үстіне шығады. Ал x квадратымыз К-ға көбейтілгендіктен бөлшектің астына түседі балалар. Енді осы қорытылған формуламызға мәндерін қойып есептейік. 2 көбейту 180 джоуль бөлінген 0,106 метрдің квадрат. Сонда балалар 360-ты 0,106-ның квадратына бөлетін болсақ, яғни жер 360 джоуль шығады, үсті. Ал астымыз балалар 0,106-мыз 0,0036 шығады балалар. 36 метр квадрат. 360-ты 0,1036-ға бөлетін болсақ, бізде жаңағы 100.000 шығады. 100.000 ньютон бөлінген метр шығады балалар. Енді 100.000-ды балалар оның 5 дәрежесі деп алсақ болады, өйткені 5 нөл бар, дұрыс па? Сонда оның 5 дәрежесі ньютон бөлінген метр болады екен. Жауабымыз К-мыз тең болды, сонда балалар оның 5 дәрежесі ньютон бөлінген метрге тең екен. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болса, лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.